Қазақ пен домбыра егіз ұғым, домбыра қазақтың киесі, қасиеті, қазынасы. Әр үйдің төрінде ілулі тұратын ұлттық аспабымыздың көмбірлеген үні бүгінде қайта жаңғырды. Уақыт өткен сайын қадірі еселене түскен қасиетті қара домбыраның төл мерекесі былтырдан бері шілденің алғашқы жексенбісінде аталып өтеді. Осыған орай Бөрлі ауданында басталған ауқымды апталықтың аясында Ақсай қаласындағы орталық саябақта домбыра сөрелері орнатылды. Елбасы рухани жаңғыру жөніндегі жалпыұлттық идеяны жариялағанда, жаңғыру үдерісі міндетті түрде елдің ұлттық рухани тамырынан нәр алуы тиіс екендігін атап өткен болатын. Біздің рухани тамырымыз, ата-бабаның мирас болып қалған салтымыз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз десек, соның ішінде қасиетті қара домбыраның күмбірімен шертілген дәстүрлі әншілік, күйшілік және термешілік өнердің орны ерекше. Тарихы тұнған домбыра күнін ұлықтау бағытында ашылған апталық төл өнеріміздің жаңғыруына сеп болмақ. Өйткені Бөрлі жері қашанда талантты, дарынды өнер иелерімен мақтан алады. Ата-бабаларымыз айтқысы келген ұрпағына өнеге еткісі келген барлық насихатын осы күймен, айтыс өнерімен, термемен бізге жеткізген болатын. Елбасымыздың өзінің жарлығымен елімізде осы домбыраны ары қарай насихаттау, жас ұрпаққа үйрету мақсатында домбыра күні аталып өтіп келе жатыр. Бізде бүгін сізбен біз болып алғаш рет ауданымызда Ақсай қаласында осындай саябақтарда керемет домбыралардың барлық тұрғындарға қолжетімді болып ашық тұруы, олардың қызығушылығын оятып, балаларымыз бен үлкендеріміз әр уақытта өзінің қолы бос уақытында саябақтарда домбыра үнін күмбірлетеді деп сенемін. Мұхит Біранов, Жаңыл Чөгерова, Талғат Жупиев. Бұлар өнер десе ішкен асын жерге қояр ұлттық мәдениетіміздің өркендеуіне үлес қосып келе жатқан майталмандар. Домбыра апталығында ақсайлық жұртшылыққа тамылжытып ән салған бұл термешілермен бірге Боранбай Сайтов жетекшілік ететін Назқоңыр фольклорлық ансамблі. Дәулеткерей, Қазанғап, Құрманғазының күйлерін орындап, Ақсай аспанын қос шекпен тербетті. Ал айтыскер ақын Жарқынбек Шынтаев ұлы мерекеге орай өз тілегін арнауға қосты. Сөйлей кел алдында мақалдатып, әуезге сап домбырамен мақамдатып. Ақсайдай қаламыздың кең төріне күймен жаңбыр жатыр ғой қатар жаубай. Қазақ халқының төл өнері, соның ішінде жыр термелер мен күйлерді бүгінгі заман талабына сай жаңғыртып, өскелең ұрпаққа жеткізу мақсатында басталған домбыра апталығы өңірдің әр ауылдық округінде де жалғасын табатын болады. Аудан тұрғындарына арнап өзіміздің саябағымыздан домбыра сөрелерін орналастырып отырмыз. Бұл қою мақсатымыз бұл жерде кез келген өздерінің бос уақыттарын осы саябақта өткізіп жүрген жандар үшін және қолдарына домбыра шертетін жандар үшін осы саябаққа келіп, жаңағы сөреде орналасқан домбыраны алып, шертіп, ойнау болып табылады. Және де осы ойнау арқылы өзіміздің ұлттық мұрамызды, ұлттық домбырамызды насихаттау болып табылады. Ұлы даланың фольклоры мен әуендері заманауи цифрлық форматта жаңа тыныс алуда. Соның ішінде көнеден жеткен нәзігін қобыз, домбыра, сыбызғы, састырнай, жетіген аспаптарын жаңғырту бүгінгі ұрпаққа аманат. Ұлттық рухты асқақтатып, құндылықтарымызды қайта жаңғыртуға үлес қосқан елбасының ұлы даланың жеті қара мақаласы да осыны меңзейді. Төл өнеріміздің жандануына, дамуына өңірдегі азаматтар да атсалысуда. Өткен жылы жергілікті кәсіпкер балалар саз мектебіне 50 домбыра сыйға тартты. Айым Нұрғалиев, Александр Овчинников, Талғат Мұқанов, Ақжайық арнасы.